Демалысын отбасына арнайтын жандар фестивальдің төрінен табылды. Келушілерге арналған түрлі секциялар ұйымдастырылды. Кеңес беру бұрышынан бастап спорттық жаттығулар, дұрыс тамақтану, балаларға арналған мультфильм, конкурстар, ұтыс ойындары, тамақ фестивалі, концерттік бағдарламалары өтті. Ұйымдастырушылар ата-аналар мен балаларға қажетті қызмет түрлерін бір ортаға тоғыстырып, бүлдіршіндердің жүзіне күлкі мен жылулық сыйлады. Қазір біздің балаларымыздың тілді, яғни дефектолог деп айтамыз ғой, сол мамандармен, қосымшада спорттық ойындармен бүгін бір күн бойы арнайы балалар үшін, мектепке дейінгі балалар болсын, кішкентай жүргектегі балалар болсын, соларға арнап бір күн мерекелік кешті өткізгелі жатырмыз. Яғни отбасы үшін де мына жақта қазір көрсеңіздер, әртүрлі бағыттар бар, яғни спорттық бағыттар, медициналық бағыттар бар, және де әртүрлі бағыттарымыз бар. Сол жақ қарай барып, біздің отбасыларымыз өзінің керек мағлұматтарын, керек заттарын ала алады. Фестивальде қаламыздағы нөмір 3 және нөмір 4 балалар үйі тәрбиеленушілеріне мектеп формасы табысталды. Оларға Гауһартас тігін фабрикасының ұжымы қуаныш сыйлады. Тәтті тоғаштар таратылып, қайырымдылық акциясы да ұйымдастырылды. Айтпақшы, сату алаңынан табылған саудагерлер бір күндік табысын аз қамтылған отбасыларына аударуға ниет еткен. Осы фуд фестивальға мен 3-ші рет қатысуым. Басында мен второй тамақтар пісірдік, балық пісіріп шықтым, скумбрия балығын. Қазір осы жаз болғаннан кейін көбінесе осындай тәтті тамақтарға және қазір балалар фестиваліне орай балаларға ұнайтын дәмді тамақтарды пісірдім. Тек мен өзім ғана емес, кейде үйде отыратын көрші келіншектерді де кейде көмекке шақырам. Себебі 5 баламен кейде әртүрлі набор болу үшін күннен күнге бір идеялар көбейіп жатыр. Бұл жолғы фестивальде заңгерлердің кеңес алу мүмкіндіктері де қарастырылған. Визаж, шаштараз, тырнақ әрлеушілері де қызметтерін арзандатылған бағада ұсынды. Айтпақшы, йога, би, ашық ауада флешмобқа балалар белсенді қатысып, концерттік бағдарлама тамашалады. Қасымхан Нақыбұлы, Нұрболат Әмір, Нұрлан Бексейдов, Нар Ньюс.